Бәріңе сәлем оқушылар, сіздермен бірге мен Шахмардан ағай. Бүгін біз сіздермен бірге физикадан наурыз ұбт-да келген медицинада радиоизотоптарды қолдану деген контексті талдайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап алып, пайдалы болатынына сенімдімін. Қара, бізде қазіргі уақытта медицина саласының қарқынды дамуы ядролық физикамен де тығыз байланысты дейді. Әсіресе радиоактивті сәулелермен қатерлі ісік ауруларын емдеуге болады дейді. Сонымен қатар радиоактивті затты денеге енгізу арқылы адам ағзасын толығырақ зерттеуге және кейбір қатерлі ісік ауруларын тежеуге мүмкіндік беріп отыр дейді. Мысалы, адам көзінің кейбір ауруларын емдеу үшін стронций изотопын пайдаланады дейді. Стронцийдің 1 граммын адам ағзасына енгізеді, ол радиоактивті бета сәулелерін шығарады және оның жартылай ыдырау периоды жоқ шамамен 30 жылға тең дейді. Енді бізден кобальт деген элемент, ол бізден дейді, ол қатерлі ісік аурулары мен түрлі қабынуларды емдеу үшін пайдаланады дейді. Оның жартылай ыдырау периоды шамамен 6 жылға тең, ол радиоактивті гамма және бета сәулелерін шығарады дейді. Біз айтады, бірдей массада алынған дейді, кобальт пен стронцийдің бірдей уақытта ыдырауға ұшырамайтын массалардың қатынасы дейді. Ыдырауға ұшырамайтын. Енді қараңдар, бірдей массада ыдыраса, енді бізде табиғи радиоактивтілік деген бар. Одағы бізде ыдырау формуласы m0 көбейтілген 2-нің минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды деген осындай формула бар. Енді қара, бізден айтады. Бізден осы жерден бізден уақытты екеуіне бірдей немесе 30 жыл деп аласыз. 30 жыл деп аласыз. Енді өзіміз ойдан уақыт қоса саламыз. Это екеуіне де уақыт бірдей болғаннан кейін ала салдық қой, короче. Енді осы жерде мынау бізден бірінші стронций элементі үшін қарастырайық. Бізде стронций элементінің сол кезде не болады? Бізден өзің аты айтып тұр, жартылай ыдырау периоды 30 жылға тең. Яғни 30 жыл уақыт өткенде ол жартылай қалады деген сөз. Яғни қалған бөлігі m0 бөлінген 2. Тура осы үшін біз кобальт үшін жазайық. Кобальт кезінде масса кобальт тең болады. Ол неге? Ол m0 көбейтілген 2-нің минус уақытымыз 30 жыл, ал оның жартылай ыдырау периоды бізден 6 жылға тең. 6-ға бөліп тастайсыңдар. Сол кезде ол кобальттікі не болады? Кобальттікі чем бастапқы массасына қарағанда бізден 2-нің 5 дәрежесі есе төмен қалады екен. Значит, бізде 2-нің 5 дәрежесі қанша? Ол 64 па? 64 па өзі точно? 16 бізден 4 дәреже. 3 дәрежесі 8, 16 4 дәреже. Да, 5 дәрежесі 32 болады екен. Яғни m0 бөлінген 32. Қарап отырсаңдар, бізден ыдырамайтын, ұшырамайтын, бізде ыдырауға ұшырамайтын массалары бізден стронцийдан жартысы қалған, ал мынадан 32-ден 1 бөлігі қалған. Яғни бұл не деген сөз? Бұл бізден кобальттің массасы азырақ қалады, ал стронцийдікі көбірек қалады. Значит, стронцийдің жартылай ыдырау периоды үлкен деп мынау тұрған D вариантын белгілеп қояды екенсіңдер. Кеттік. Бізден екінші. Радиоактивті элементтің 2 жартылай ыдырау периодына тең уақыттағы ыдырайтын бөлігі дейді. Аха, қара. Бізден бастапқыда n0 болса, ол бастапқы уақыт кезетінде, жартылай ыдырау периоды кезінде, яғни жартылай ыдырау деп атайды тұр, мынаның жартысы ыдырайды, n0 бөлінген 2-сі. Енді 2 жартылай ыдырау периоды өткен кезінде бізде не болады? n0 бөлінген мынаның жартысы 4-ке тең. n0 бөлінген 2 жартысы n0 бөлінген 4. Енді қара, n0 бөлінген 4 деген бұл бізден қалған бөлік. Қалған. Енді бастапқыда n0 болса, бұның қалған бөлігі n0 бөлінген 4 болса, қалған 3 бөлінген 4 n0 деген бөлігі ыдырап кеткен. Ыдырап кеткен. Яғни бізге осы ыдырайтынын сұрап тұр, ол бізден 4-тен 3 бөлік деген, это бізден 75% дегенді білдіреді екен. Кет, 28 сұрақ. Стронций изотопы бета ыдырауға ұшыраған соң пайда болған белгісіз X элементтің саны дейді. Аха. Енді қарап отырыңдар. Бета ыдырау кезінде біз білеміз, что осы стронций элементі бізден қазір бүйтіп қояйын. Стронций элемент қақта? Стронций это 90-да 38. Бізден стронций бета ыдырау кезінде какой-то бір X деген элементке бөлінеді, А бөлінген Z-ке, және бета ыдырау бізде бетаның электрондық ыдырау, это бізде қандай? Это 0-де минус 1 бол. Енді қарап отырсыңдар, бізден массалық сан өзгермейді, сол күйінде қалады, значит төбесі 90 болып қалу керек, ал асы не болу керек? Мынаяқтан 38, екі жақтың бізден протон саны 1-де болу керек, значит 38 тең болады, Z азайтылған 1 деп қоясыңдар. Енді мынаны былай қарай Z табатын болса не болады? 38-де 1-де қосатын болсаңдар, асты 39 протон болып кетеді. Асты 39, төбесі 90 болатын, бізден X деген элемент шығады екен. Бұл қай жауапта? Бұл бізде мынау тұрған С вариантына сәйкес келіп кетеді екен.
Кеттік. Кобальт изотобы гамма ыдырауға ұшыраған соң пайда болатын X элементі. Жалпы гамма деген ол атомдағы артық энергияны гамма фотон энергия түрінде шығаратын бізде элемент. Енді гамма ыдырау кезінде бізде массалық санда бізде мынау атомдық номерде өзгеріссіз қалады. Яғни бастапқыда қай күйінде қалды? 60-27 ма, кобальт тура сол күйінде қалады деген сөз. Яғни кобальтымыз сол күйінде 60-27 болып қалып қояды деген жауапты белгілейді екенсіңдер. Бізде соңғы 5-ші есебі айтады. Адам ағзасына енгізілген стронций 90 изотопынан 15 жылда қалатын ядро санын анықта дейді. Аха. Енді қара, бастапқыда 1 граммда қанша атом болған екен тауып алу үшін біз n бөлінген n нолевой тең болады масса бөлінген молярлық масса деген формуланы қолданамыз. Осы жерден бізде 1 граммда қанша атомдар саны бар екен тауып алу керек. Бізде 1 грамм 10-ның -3 дәрежесі, көбейтеміз Авогадро тұрақтысы 6-0,2 10-ның 23 дәрежесі. Бөліп тастаймыз. Енді бізден мына молярлық массаны қайдан аламыз деп бастарын қатырмай қойыңдар. Если бізден стронций элементі мына 90 деген сан осы молярлық массаны білдіреді. Яғни 90-ның өзін алмайсыңдар, бірақ 90-ды астына грамм бөлінген моль деп аласыңдар. Сол себептен алдына -3 қосылып кетеді. -3 пен -3 кетеді. Енді бізде 6-0,2-ні 90-ға бөл жерек. Ол үшін калькуляторды ашып жіберемін. 6-0,2-ні бөлсем 90-ға менен не шығады? 0,066 немесе 0,067 деп қояйын. 0,067 10-ның 23 дәрежесі. Бұны мен 3 дәреже жіберетін болсам қанша? 3 дәреже жіберетін болсам, немесе 2 дәреже жібере салайын. 6-7 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі бастапқыда атом бар. Бұл неге тең? Бұл бастапқы атом. Енді қара. Бізден 15 жылда қалатын ядролар саны сұраған. Қара. N тең болады n нолевой көбейтілген 2-ның минус. Бізден уақытымыз қанша? Уақытымыз 15 жыл дейді. 15 жыл бөлеміз біздің стронцийдің жартылай ыдырау периоды 30-ға тең. Енді мына екеуі қысқарады. Сол кезде не болады? N тең n нолевой көбейтілген 2-ның минус 2-ден 1 дәрежесі. Енді минус деген дәреже не? Минус деген бұл бізден 1 бөлінген дегенді біледі. Яғни мынау бөлшектің бөліміне кетеді, 2-ден 1 деген дәреже түбір астын береді. Яғни бұл дегеннің n нолевой бөлінген түбір асты 2-ден беріп кетеді. Значит, бізде не деген сөз? Осы қалатын ядро саны сұраған, яғни n-ді сұрап тұр. Бастапқыда мынау болса, осыдан қалатынды табу үшін просто түбір асты 2-ге бөліп тастаймыз деген сөз. Сол кезде n табатын болсақ, 6-7 көбейтілген 10-ның 21 дәрежесіне, яғни 21 дәреже екен. 21 дәреже, себебі 2 дәреже жылжытып қойып. Бөліп тастайсыңдар нешеге? 1/41-ге деген сөз. Сол кезде екеуін бөліп тастайтын болса қанша? Так, 6-7-ні бөлсеңдер 1/41-ге сендерден 4/75 деген шама шығады. Аласыңдар да бұны 4/7 көбейтілген 10-ның 21 дәрежесі деп мынау тұрған D вариантын белгілеп жүреді екенсіңдер. Осымен бүгін контекст талдаумыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа және достармен бөлісуді ұмытпа. Сіздермен болған Шахмардан ағай, келесі видеоларда кездескенше. Давайте.